баршаңызға. Біз Қызық кітап жобасының авторы Үсембек Хамида. Бізде бүгін тағы да бір подкастымыз бар, және де арнайы қонақтарымыз келіп отыр. Ары қарай подкастымызды жалғастырайық. Достар, келгендеріңіз үшін көп рахмет. Сіздерді көргендеріме қатты қуаныштымын. Және сіздерге алғаш қояр сұрағым, қандай қызықты кітап оқыдыңыздар? Біз Бауыржан Момышұлының «Ұшқан кітабын оқыдық. Бұл кітап неліктен сіздерге қызықты болды? Өте қызықты кітап. Неліктен қызықты? Шынайы өмірден алынған, көркем баяндалған кітап. Отбасылық құндылықты терең жеткізеді. Өте тамаша жауап. Ал енді сізге сұрақ қоятын болсам, сіз бұл кітапты оқыған кезде қандай сезімде болдыңыз, қандай әсер берді, және де жалпы қандай ой түйдіңіз? Бұл қызықты кітапта Бауыржан Момышұлының өмірбаяны жазылған. Бауыржан Момышұлының әжесі болған. Әжесінің аты қыз тумас. Әжесі Бауыржанға көптеген ақылын айтып, рухани құндылықтар түсіндіреді. Және де Бауыржанның әкесі Бауыржанға батыл болуды, отанға адал болуды, отанға сүйіспеншілікпен қарауды үйретеді. Біз бұл кітапты тек қана Али екеуміз ғана оқыған жоқпыз. Біз сыныппен, ата-анамызбен, отбасымызбен талқыладық. Иә, әрине, дұрыс айтасың сен. Және де біздің ұстазымыз үлкен ауқымды іс-шара өткізген. Біз бұл кітапты оқырман отбасымен де талқылағанбыз. Иә, мен Бауыржан Момышұлының бойынан батылдықты, отанға деген адалды, салмақтылықты және шыдамдылықты өз бойыма сіңірдім. Бұл кітапты әсіресе еркек адамдар оқу керек. Еркек адамдарға үлкен ой салып, терең ой салады. Мен өзімде оқығанда үлкен ойға батып, әлем дегенде шықтым. Өте керемет, тамаша. Енді сіздер айтып кеткендей, бұл тұлғаны құрметтейік, және көрермендер сіздер де бұл тұлғаны құрметтейсіздер. Көргендеріңіз, тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет.